Аяқ-қолдың үнемі мұздап жүруінің себебі неде? Қысы-жазы қол-аяғы жылынбайтын жандар бар. Тіпті тоңымен қатар, аяқ-қолдары дымқыл болып жүретіндер де жиі кездеседі. Үнемі мұздап жүрудің себебі неде? Аяқ-қолдың мұздай болуы қан айналымына тікелей байланысты. Қан айналым адам бойындағы температураны қалыпты жағдайда ұстайды. Аяқ-қолы жылынбаса, онда анемия, артерия тамырының бір аймағында тұйықталу немесе басқа мәселелер болуы мүмкін. Мамандардың айтуынша бұл жағдай көбіне әйелдерде кездеседі екен. Себебі нәзік жандылар сезімтал келеді. Бауырға зақым келсе де аяқтың тоңып жүруі ықтимал. Өйткені бауыр адам ағзасындағы энергия алмасуына қатысады. Дегенмен мұндай кінәраты бар адамдарға бұл мәселені жеңудің жолы қиын емес. Ол үшін біріншіден кеңірек киім кию керек. Мысалы, бір өлшем артық аяқ киім, сәл кеңдеу көйлек кигеніңіз абзал. Яғни, дене мен киім арасында жылы ауа қабаты пайда болғаны дұрыс. Ол денені жылытады. Сала мамандарының айтуынша аяқ-қолды жылытудың тағы бір шешімі өткір, дәмді азық-түліктерді жиі тұтыну. Олар тамырды кеңейтеді. Жүректегі қан айналымының белсенділігіне жол ашады. Дене қызуын көтереді. Ашы бұрышта қан ұюының алдын алады. Өйткені оның құрамында А және С дәрумендері бар. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.